Достар, келесі сұхбатымыз Жаңылсын ханыммен бірге. Жаңылсын ханым бізде Start Pro квалификациясында. Қайырлы күн, Жаңылсын ханым. Қайырлы күн. Сізге бірінші сұрағым, NL-ге не үшін тіркелдіңіз? NL компаниясына негізі алғаш рет жолдасым детокс программасын Instagram арқылы тауып алып, сол өнімге келген болатынбыз. Яғни полный очищение жасаймыз деп осы компанияға келгенбіз. Содан кейін өзіме өнімдерді ала бастадым. Өзім уходовый косметиканы жақсы көремін негізі. Біздің компаниядағы уходовый косметика енді өте әдемі. Сол өнімдерден өзім результат көріп бастағаннан кейін осы компанияда жұмысымды бастай бастадым. Алғашқы кезде енді прям күшті айлыққа шыққан жоқпын. Алғашқы кезде 20 мың, 30 мың, 50 мың айлыққа шықтым. Содан кейін міне қазіргі таңда уже прям кірісіп бастағаннан кейін қазіргі таңда маркетинг бойынша 220 мың айлыққа шығып отырмын. Тамаша, қайырлы күн берсін. Әмин. Келесі сұрағым, неше балаңыз бар? Жалпы сіз үшін балаларыңыз мотивация болды ма? Аллаға шүкір, қазір 4 ұлым бар, өсіп келе жатқан. Мен үшін ұлдарым мотивация. Қазіргі таңда осы компанияда жалғастырып жұмыс жасап жатқанымда бір себебі осы ұлдарым. Солардың каждыйының өзінің жеке жағдайларын жасау барысында қазіргі таңда осы компанияда өзімнің жұмысымды жалғастырып жатырмын. Көпбалалы ана ретінде басқа да бізде көптеген келіншектер бар ғой, көпбалалы. Соларға қандай кеңес айтар едіңіз? Негізі бұл компанияда тағы бір себебім қалып отқан, өзімді тұлға ретінде дамытқым келді. Өйткені тұрмысқа шыққаннан кейін мен ешқандай жұмыс жасаған жоқпын. Ата-анеммен тұрдым, жаңағы ұлдарым, алғашқы ұлдарым егіз болды. Одан кейін тағы да ұлым дүниеге келді. Сөйтіп 6 жыл бойы үйде отырып қалдым. Осы NL-ға келгенімде себебі сол шығар. Осы жерде өзімді біріншіден дамытқым келді. Бұл мысалға үйдегі тірлік, мысалға ата-енемен жұмыс деген сияқты, балалармен жұмыс, оның барлығы реттеле беретін жағдайлар. Оның барлығын жұмыс деп қабылдамау керек та, оның өзі барысында өзі жасала береді. Сондықтан олардың барлығы кедергі, мен мындай жағдайдамын деп оның барлығын қабылдамау керек. Барлығына үлгеруге тырысу керек та. Мысалға мен өзім қазіргі таңда осы жерде таңнан кешке дейін мысалға қазіргі таңда офиста жұмыс жасап жүрмін. Бірақ объекттерін жасап кетемін, балаларымның жағдайларын, мысалға мектепке кететін барлығын дайындап кетемін да, солай кетемін жұмысқа. Оның барлығын сылтау ретінде қабылдамаймын. Сондықтан кірісіңіздер, бұл компанияда айлық бар, табыс бар, жұмыс жасауға болатын компания. Ешқандай мысалға салым салмайсыздар бұл жерде. Басқа компанияларда мысалға 100 мыңдап, 100 долларлап, 1000 долларлап салып жатыр мысалға адамдар. Сол адамдарға айтатыным, NL компаниясында жұмыс жасаңыздар, тегін тіркеліңіздер, тегін жұмыс бастаңыздар. Рахмет, Жаңылсын ханым. Табысыңыз еселене берсін. Әмин, рахмет.